Қайырлы құрметті оқушылар, бүгін мен сіздерге бір айнымалысы бар модуль таңбасының астындағы теңдіктерді шешуді үйретемін. Бізге тура экранда көрсетілгендей екі түрлі теңдеулер белгіленген. Ең бірінші теңдеуді шешу үшін мен модуль ұғымын сіздермен қайталап алмақшымын. Модуль ұғымы, яғни модуль тік жақшамен белгіленеді және модуль таңбасының астындағы сандар оң және теріс мағынада да модульден шыққанда оң мағынаға ие болуы тиіс. Яғни модуль таңбасының астындағы кез келген сан ол теріс немесе оң шамадағы сандар болып табылады. Ал егер модуль таңбасының астында бізде айнымалы немесе теңдеу болатын болса, бұл жағдайда қалай шешеміз? Ең бірінші біз модульдің заңдылығына сәйкес оң таңбамен модуль жақшаларын ашып аламыз. Ол үшін 2 көбейту x азайту 2 тең 2-ге осындай қарапайым теңдеуді шешіп аламыз. Бұл жағдайда жақшаның сыртында көбейткіш тұратын болса, жақша ішіндегі әрбір мүшеге көбейтуіміз керек. Демек 2x азайту 4 тең 2-ге. 2x тең болады 2 қосу 4. 2x тең 6, ал x тең 3-ге. Яғни, егер модуль таңбасының астында бізде оң таңбалы теңдеу шығатын болса, біздің түбіріміз 3-ге тең болады. Енді келесі, егер модуль таңбасының астынан теріс таңбаға ие болып шықса, 2 көбейту минус x минус 2 теріс таңбамен ашылғанда плюс 2 болады. Тең 2-ге. Минус 2x плюс 4 тең 2-ге. Минус 2x тең 2-ден 4 азайтсам минус 2-ге, x тең 1-ге. Яғни, бұл жағдайда біздің теңдеудің түбірі екі түрлі мәнінде болады. Бірінші теңдеудің түбірі ол 3-ге, екінші теңдеудің түбірі ол 1-ге тең болады. Мысалға бізде қарапайым x теңдеуі болған, яғни x-тің коэффициенті ол 1-ге ғана тең. Сол себепті негізгі мағынаны x-ге ғана аударғанымыз. Екінші жағдай бізде кішкене өзгешелеу, яғни 1x емес 3x, яғни коэффициенті 3 деген сан. Бұл жағдайда қалай шешеміз? Ең бірінші бұл теңдеуді шешу үшін алдыңғы көрсеткенімдей міндетті түрде оң және теріс таңбалы түрде жақшаларды ашып алуым керек. Ең бірінші оң таңбалы түрде жақшаны ашамын. 12 көбейту 3x азайту 5 тең минус 20. Енді жақшаның ішіндегі әрбір мүшесін жақша сыртындағы коэффициентіде көбейтіп шығамыз. 36x азайту 6 тең минус 20. 36x тең минус 6 тең. Оң жағына бағанда плюс 6 болып өзгереді және минус 20 плюс 6 36x тең қайсының таңбасы, қайсының модулі үлкен, 60-ның модулі үлкен, сол себепті бізде оң таңбалысын ашқанда 60-ның 20-ға азайтқанда x тең 40 бөлу 36. Немесе екі санды қысқартатын болсам 4-ке қысқарады. 9 яғни 1,9-дан 1. Енді екінші амалымыз, яғни теріс таңбалы сандар болатын болса, яғни айнымалының теріс мәндерінде қалай өзгеретіндігін анықтауымыз керек. Ол үшін 12 көбейту теріс таңбамен ашамыз модуль ішінде бөлінеді минус 3x минус 5 плюс 5 болып өзгереді. Плюс 5. Жақшаның жауабы тең минус 20.
Енді бұл теңдерді қалай шешеді? Минус 13-ні минус 3х деп көбейтемін. Минус 36х. 36х. 12-ні 5-ге көбейтемін. 60. Тең енді ары қарай 36х тең минус 20 плюс 60 теңдіктің оң жағына барғанда минус 4-тің басын ауыстырады. Минус 60. Енді минус 36х тең болады минус 20 минус 60 таңбасы сақталады. Сандықтың модулі өзара қосылады. Минус 80-ге тең. Минус 36х минус 80-ге тең болса, х тең минус 80 бөлу минус 36. Енді бұл жағдайда 80-нің 36-ны тағы қысқартамын. Теріс таңбалы сандарды өзара бөлгенде 10 таңбалы сан шығады. Минус 80 және 36-ны қысқартқанда көпке қысқартамын 9-дан 20 немесе 2,9-дан 2. Бұл жағдайда яғни оң және теріс таңбалы түрде модуль жақшаларын ашқан уақытта бізде бірінші түбіріміз 1,9-дан 1, екінші түбіріміз 2,9-дан 2 сынды екі түрлі түбірмен бұл есептің жауабы шығады. Тыңдағандарыңызға рахмет.